Так, онда балалар, давайте презентация ауыса берейік. Мен қазір экранда презентация ауыстырам. Так, ары қарай презентациямызды жалғастырайық. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол акрил және метакрил қышқылдарының эфирлері және олардың полимерлері, яғни полимерлену реакциясы қалай жүреді және алынған полимерлердің қасиеттері. Бүгінгі дәрістің мақсаты ол акрил және метакрил қышқылдарының эфирлерімен танысу, яғни қандай эфирлері болады, олардың айырмашылықтары не деген сияқты, эфирлердің полимерлену реакциясын қарастыру, яғни қандай полимерлену реакциялары болады бізде, олардың айырмашылығы не бір-бірінен деген сияқты сұрақтарға жауап беруіміз керекпіз. Келесі мақсатымыз полимерлену реакциясының өндірістік ерекшеліктерін қарастыру, яғни өндірісте полимерлену реакциясының қандай түрлері бар, қайсысына қолайлы деген сияқты сұрақтарға жауап беруіміз керек. Полимерлердің қолданысы мен қасиеттерін қарастыруымыз керекпіз соңында, яғни бізде осы эфирлерді полимерлену реакциясына қатыстырамыз, сол реакциядан кейін алынатын материалдарды сол жан-жақты қасиеттерін қарастыруымыз керек. Біз оның ішіне химиялық және физикалық қасиеттері кіреді. Алдарыңызда дәрісте қолданылатын терминдер көрсетілген, яғни ол акрил қышқылы, метакрил қышқылы, акрилонитрил, эфирлер әртүрлі, полимеризация, эмульсия, суспензия, радикалды механизм, полиакриламид және тағы да басқа соған ұқсас сөздер қолданылады. Көбінесе сөздердің барлығы полимерлену реакциясына тиесілі, полимерлену реакциясына қолданатын сөздер және химиялық қосылыстардың атаулары. Сонымен осы дәрістің соңында біз қандай сұрақтарға жауап алуымыз қажет? Ол акрил және метакрил қышқылдарының эфирлерінің полимерлену реакциясын қалай жүргізіледі, ерекшеліктер қандай, эмульсиялық акрилонитрил өндірісі қалай жүргізіледі, алынған полимерлер негізгі қасиеттері және алынған полимерлердің қолданыс аясын анықтауымыз керекпіз. Яғни алынған материалдардың қасиеттерін анықтап, сәйкесінше сол қасиеттеріне байланысты қандай салаларда, қандай жерлерде қолдануы мүмкін деген сияқты сұрақтарға жауапты табуымыз қажет. Алдарыңызда акрил, метакрил және акрилонитрил молекулаларының модельдері көрсетілген. Бұл жерде қара мен көміртек атомдары, ақ ол сутек атомдары және қызыл бізде оттек атомдары. Сәйкесінше акрилонитрил молекуласын қарастыратын болсақ, ол жерден жаңадан көк атомымыз бар, ол бізде азоттың атомын көрсетеді. Байқайтын болсақ, бізде барлық жерде винил радикалы кездеседі, винил радикалын білетін болсақ, оның ішінде қос байланыс бар. Және осы қос байланыстың арқасында біз барлық полимерлену реакциясын жүргізе аламыз. Тек қана айырмашылығы бізге таза акрил, метакрил қышқылдар қажет емес, бізге олардың туындылары қажет болады. Яғни біз осы қосылыстардан эфирлерді аламыз, сәйкесінше сол эфирлердің ары қарай өзінің қалай көрсететінін және сол эфирлерді полимерлену реакциясына қатыстырып не болатынын көреміз. Көбінесе қолданылатын мономерлердің физикалық қасиеттері көрсетілген, яғни олардың қайнау температуралары, балқу температуралары, сонымен қатар тығыздығы. Бұл параметрлар реакцияның қандай температурада жүргізуіне, жауап беруіне көмектеседі. Бұл жерде тек қана екі мономердің физикалық қасиеті көрсетілген, яғни винил эфирі мен винил этил эфирі. Бірақ одан да басқа бізде қосылыстарымыз бар, соны ескере отыруларыңыз қажет. Бірақ та олардың қайнау температуралары мен балқу температуралары және тығыздықтары осы аралықтарда болады. Бұл жерде көрсетілгені ол ең былайша айтқанда көп қолданылатын мономерлердің бірі болып есептелінеді. Мына жерде сіздерде эфирлердің алыну реакциясы көрсетілген. Кешірім өтінемін, мен мына жақта басқа эффектті таңдап қойыппын. Бұлай көрсетуге болады. Бұл жерде біз мономерлерімізді қалай синтездеп алуға болады, сол көрсетілген.
яғни ана жердегі реакциялардан көретін болсаңыздар, көп жағдайда біз гидратация реакциясын жүргіземіз қышқылдың қатысында және спирттің қатысында. Сәйкесінше одан алынған затқа керісінше дегидратация реакциясын жүргізуіміз керек. Содан соңында шыққан заттарға тотығу реакциясымен спиртті қосу арқылы біз осындай өзіміздің этерификация, қарапайым этерификация реакциясын жүру арқылы біз өзіміздің винил эфирін синтездеп аламыз. Сонымен қатар көп жерде қолданылатын винил эфирінің синтез реакциясы сіздер алдыларыңызда көрсетілген. Бұл жерде қарапайым ацетилен мен спирт қолданылады. Және бұл реакциямыз калий OH пен натрий OH-тың қатысында жүреді. Бұл жалпылама реакция ретінде көрсетілген. Яғни қандай спирт қолданамыз, соған байланысты әртүрлі винил эфирлерін алып отырамыз. Бұл жерде R-дің орнына кез келген радикалды қойса болады, және ол радикалдың орнына гидроксиамилді немесе акрилді орынбасарларды қолданса болады. Сәйкесінше қандай спирт қолданамыз, соған байланысты винил эфирінің түрі де өзгеріп отырады. Сәйкесінше ол винил эфиріміз полимеризация реакциясына қатысқаннан кейін біз әртүрлі полимерлер аламыз. Олардың жалпылама қасиеті ол адгезиялық қасиет болып саналады, және жоғары эластикалық қасиет. Бірақ та әртүрлі спирт және әртүрлі винил эфирін қолданғанымызға байланысты көп жағдайда біз әртүрлі материалдарды, яғни полимерлерді аламыз. Олардың бір-бірінен айырмашылығы ол агрегаттық күйі, тығыздығы және адгезиялық қасиеттің өзгергіштігі. Кейбіреулерінде адгезиялық қасиет жоғары болады, кейбіреулерінде төмен болуы мүмкін. Соңында бұл реакция туралы айта кететін бір зат, бұл реакция қарапайым спирттің ацетиленмен винирлеу реакциясы деп аталынады. Алынған эфирлерімізді полимерлену реакциясына қатыстырсақ болады. Қысқаша схемасы, яғни қысқаша реакциямыз осылай көрсетіледі. Яғни байқап отырғанымыздай, бұл жерде R-міз ол радикал, полимеризация реакциясы қарапайым басқа да винил туынды бір полимерлердің винил туынды мономерлердің полимерлену реакциясына ұқсас болып келеді. Яғни қос байланыс үзіліп, бізде тізбектер бір-біріне қосылу арқылы полимерге айнала бастайды. Тек қана бірақ қана айырмашылығымыз бұл жерде R, яғни радикалымыз кездеседі, және бұл эфирлі туынды екенін есте сақтауымыз қажет. Сонымен қатар астыңғы суретте көріп отырғандарыңыздай, бұл күрделі винил эфирінің полимерлену реакциясы. Схемамыз, яғни механизміміз тура жоғарыдағыдай қос байланыс үзіліп, кейін олар бір-біріне байланысу арқылы үлкен полимер аламыз. Бұл жерде полиметилметакрилаттың массада полимерлену реакциясы көрсетілген. Сонымен қатар өндірісте қандай схема қолданылатыны қарастырылған. Полиметилметакрилаттың пероксидтер және азоқосылыстар қатысында массада жүргізіледі. Бірақ та естеріңізде болу керек, массада жүрген кезде реакциямыз радикалды механизммен жүреді. Жылдамдығы орташа болып келеді, бірақ та бір ғана айтатын зат бар. Реакция жүрген кезде көп мөлшерде жылу пайда болады да, сәйкесінше сол жылуды сыртқа алып кету мүмкіндігі өте төмен болады. Сол себепті бұл жерде реакция ортасында температураны басқаратын элементтер қажет болады. Реакцияның басында бізге температураны жоғарылату керек болады, яғни реакцияны бастау үшін реакцияның ортасына қарай температура қатты қызып кетпеу мақсатында бізге әртүрлі тоңазытқыштарды қолданып отыру керек. Көп қолданатын тоңазытқыштардың бірі ол кері тоңазытқыш немесе реакцияның сыртынан суытқыш элементтерді қоюымызға болады. Оң жағымызда көрсетілген қарапайым полиметилметакрилат синтезіне арналған схема. Осы жерден қарап отыратын болсаңыздар, 5-ші, 6-ші және 7-ші колонкаларда бізде әртүрлі заттарды жіберіледі. Бірінші, ол 5-ші колонкада бізде инициатордың ерітіндісі, яғни реакцияны бастауға көмектесетін. 6-ші колонкада бізде метилметакрилаттың ерітіндісі немесе сұйық күйінде де болуы мүмкін. 7-ші колонкада бізде пластификаторлар. Барлығы бізде ортада орналасқан бір номермен көрсетілген
реакторға түседі. Реакторды дұрыстап қарайтын болсаңыздар, айналасында оның суытқыш және жылытқыш элементтері бар. Және реактордың ішінде өзінің механикалық араластырғышы бар. 2, 3, 4, 9, 10, 10-шы жерде көрсетілген бөліктерде біздің алынған полимеріміз әртүрлі заттардан жуылып кептіріледі. Бірінші ол инициатордың ерітіндісінен жуылуы қажет. Кейін алынған полимеріміздің ішінде реакция қатыспай қалған метил метакрилаттың қалдықтары және еріткіштің қалдықтары бар, солардан жуып кептіруіміз қажет болады. Винил эфирлерінің полимеризация реакциясында қандай процестер болатын және полимердің өндірісте қалай жүзеге асырылатын туралы бірнеше айтатын заттарымыз бар. Ол біріншіден полимерлену реакциясының 20 градус пен 25 градустың арасында жүретінін еске салуымыз қажет. Сонымен қатар жаңа айтып кеткенімдегіңіздей процесс сыртқы қыздырғыш элементтері бар және қайтымды тоңазытқышы бар, араластырғышы бар реакторда жүргізілуі қажет. Сәйкесінше реакциямыз феррум хлорыш пен станом хлор 4 қатысында катионды механизммен жүргізіледі. Оны бағана айтып кеткенбіз. Яғни осындай биорганикалық тұздардың қосылысы араластыру нәтижесінде бізде реакциямыз жүріп отырады. Ал бұл тұздардың массалық үлестері 0,03 және 0,15% арасында қосылуы қажет. Бұл аралық қолданылып отырған мономердің түріне байланысты. Қандай мономер қолданамыз, сәйкесінше соған байланысты бұның концентрациясы анықталынады. Егер де біз феррум хлор және станом хлор 4-ті қосатын болсақ, алынған полимерлердің тұтқырлығы жоғары сұйықтық тәріздес болады және оның молекулалық массасы 4000 мен 12000 арасында жатады. Ал егер де бізге молекулалық массасы 100 000 мен 1 миллион арасында болуын қалайтын болсақ, онда біз феррум хлор және станом хлор 4-тің орнына бор фторидінің диэтил эфирінің ерітіндісімен соның қатысында жүргізуіміз қажет. Және реакцияның температурасы 70 градуста болу керек. Сәйкесінше процесс жүріп болғаннан кейін, яғни реакциямыз жүріп болғаннан кейін, алынған полимерлерді катализатордан сумен немесе метанол ерітіндісімен шаяды, және одан шыққан затты еріткішпен реакцияға түспей қалған мономерлерден кептіреді. Бұл полимерлермен жұмыс істеу кезінде бірнеше қарастырылатын ережелерді айта кетейік. Ол қарапайым винил эфирінің ұшқыш және жанғыш зат болуына негізделген. Яғни мономерлер таза күйінде орналасқан кезде олар ұшқыш зат болып саналады. Сәйкесінше реакция жүретін ортада, яғни бөлмеде немесе цех болатын болса, ол жақта осы винил эфирлерінің буы пайда болуы мүмкін. Ол бу ауамен араласқан кезде қауіпті жарылғыш затқа айналады. Сол себептен осыны ескере отырып, реактор орналасқан және мономерлер орналасқан бөлмені әрдайым таза ауамен желдетіп отыру қажет. Сонымен қатар алынған материалдарымыздың өздігінен жану температурасы 300-350 градус екенін ескеріп, және бұл заттар өте жақсы жанғыш, яғни жануды қолдайтын заттар болғандықтан, бұл алынған материалдарды оттан алыстау керек және осыған байланысты бірнеше қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Ал адам ағзасына тура қатысты қауіпсіздік ережесін қарастыратын болсақ, бағана айтып кеткендегідей винил эфирлерінің булары пайда болуы мүмкін, және ол булары адам ағзасына кері әсер етеді. Сәйкесінше жұмыс істеу кезінде респираторларда міндетті түрде қолдануға қажет болады. Алынған полимерлеріміз бірнеше салада қолданылуы мүмкін. Олардың негізгі қолдану саласы бұл алынған полимерлердің қасиеттеріне негізделген. Қасиеттеріне тоқтала кететін болсақ, полимерлердің адгезиялық қасиеті жоғары болады және эластикалық қасиеті жоғары болады.
Және сонымен қоса біздің полимерлеріміз әртүрлі еріткіштерде жақсы ериді. Тек қана этанолда ерігіштігі төмен болады. Және ескере кететін зат, әртүрлі еріткіштерде еріткеннен кейін полимеріміз төменгі градустарда жақсы ериді, ал 40 градустан жоғары алып барған кезде полимеріміз тұнбаға түсіп кетуі мүмкіндігі бар. Адгезиялық қасиеті жоғары болғандықтан, бұдан көп жағдайда желімдер жасауға болады, лактар жасауға болады. Сонымен қатар әртүрлі беттерді өңдеу кезінде қолданысқа табылады. Мысал ретінде тері өңдеуде немесе бұл полимерлер негізінде синтетикалық тері жасап шығарса болады. Сонымен қатар бұл полимерлеріміз басқа полимерлерге механикалық қасиеттерін басқару мақсатында пластификатор ретінде қолдануға болады. Бұл полимерлердің ішінде ең көп кездесетіні және көп жерде қолданылатыны ол полиметил метакрилат болғандықтан, соның да бірнеше қолданыс аясын қарастыру керек. Полиметил метакрилаттың негізгі қолданыс аясы ол органикалық шынылар. Сәйкесінше органикалық шынылардың ол кәдімгі шыныға ұқсас болып келеді, бірақ та бірнеше артықшылықтары бар. Сәйкесінше осы материалымыз көптеген мақсаттарда қолдануы мүмкін. Ол әртүрлі декоративті немесе құрылыс материал ретінде қолданылады. Сонымен қатар полиметил метакрилаттан қатты линза алуға болады, немесе оптикалық линзалар, немесе көзілдіріктердің линзаларын жасаса болады. Бірақ та бұл жерде бұл полимер болғандықтан, шыныға қараған кезде жұмыс істеу уақыты бойынша қысқарақ болып келеді, соны ескеру қажет. Бірақ та шыныдан бір негізгі айырмашылығы механикалық беріктілігі, яғни шыны сияқты тез сынып қалмайды. Сонымен қатар полиметил метакрилатты құрылыста дыбыс оқшаулау қабырғаларын жасауда, немесе әртүрлі ыдыстар жасауда қолданылады. Мысалға, аквариум жасауға болады, немесе дыбыс оқшаулау жағын қарастыратын болсақ, әртүрлі өте шулы бір аппараттар болатын болса, оларға арналған осы полиметил метакрилаттан жасалған бокстар жасаса болады. Сәйкесінше, соның ішінде орналасатын болса, онда біздің аппаратымыз онда үлкен дыбыс шығара қоймайды. Жаңа айтып кеткен қасиеттерімізді тағы да бір еске түсіріп кетейік. Ол біздің полимерлеріміздің молекулалық массаларының әртүрлі болуына байланысты алынатын полимеріміз сұйық, қатты немесе каучук тәрізді болуы мүмкін. Сонымен қатар агрегаттық күйіне молекулалық массадан бөлек, оның полимердің табиғаты да әсер етеді. Бағана айтып кеткендегіздей, барлық еріткіштерде жақсы ериді, тек қана этил спиртінен басқа. Бірақ та бұл жерде ескеру керек, полимеріміз төменгі температураларда жақсы ериді да, ал егер температураны 40 градустан асыратын болсақ, онда полимеріміз тұнбаға түсе бастайды. Тағы да бұл полимерлердің негізгі артықшылықтарының бірі ол қышқылдар мен негіздер ерітінділердің жоғарғы температурада да ұзақ уақыт бойы химиялық тұрақтылықты көрсетуі. Соған сәйкес, егер де бір агрессивті ортада жұмыс істейтін бір жерлер болатын болса, материалдардың бетін осы полимерлермен қаптаса болады. Өйткені бұл полимерлер сілті немесе қышқылдың ерітінділерінде жоғарғы температурада, яғни қайнатқанның өзінде олар өзінің химиялық тұрақтылығын сақтаған. Сәйкесінше, әртүрлі химия лабораторияларында қышқыл мен негізбен жұмыс істейтін жерлерде заттардың бетін қаптама ретінде немесе сол қышқыл мен негіздерге ыдыс ретінде қолданса болады. Адгезиялық қасиеттеріне байланысты бұл әртүрлі беттерге қаптама ретінде қолдануға болады, яғни олардың қатарында шыны, металл, ағаш немесе мата да болуы мүмкін. Сіздерге мұнда тест дайындап қойғам, осы тестті қарап жүрсеңіздер. Мен сіздерге сұрақтарды оқып отырам, ал сіздер жауаптарын өздеріңізге жазып отырасыздар, кейін сабақтың соңында жеке әрбір тестті тексеріп шығам. Бірінші, поливинил эфирін алуда қолданылатын қосылыс. Бірнеше жауап болуы мүмкін, оны ескеріңіздер. Яғни жауап ретінде біз
поливинил спирті, этилен газы, акрил қышқылы немесе поливинил хлоридті қарастырсақ болады. Осы төртеуінің біреусі. Полиметил метакрилаттың негізгі қолданыс аясын көрсетуіміз қажет. Яғни ол адсорбциялық материалдар жасауда, органикалық шыны жасауда, жылу оқшаулағыш материал жасауда, немесе өртке қарсы материал жасауда. Винил алкилдердің полимеризациясында қолданылатын биорганикалық зат. Бүгінгі презентацияда біз 3 биорганикалық затты еске түсірген болатынбыз. Солардың біреусі сәйкесінше осында, біреусі немесе екеуі осы жауаптардың арасында тұр. Яғни ол феррум хлоры 3, алюминий 2O3, яғни алюминий оксиді, аммоний гидроксиді, немесе хлорсутек. Оңай жанып кете алуы, поливинил эфирлерінің жұмыс істеуде негізгі қарастырылатын қауіпсіздік ережесі. Ол оңай жанып кете алуы, химиялық белсенділігі, теріге аллергиялық әсер етуі, мономер булардың ауамен қауіпті қоспа тудыруы. Массада полимерлеудің негізгі кемшілігі қандай? Реакция жылдамдығының төмендігі, синтез құрылғысының қиындығы, реакцияның көп жылу жинақтауы, немесе қымбат катализатор қолданылуы. Полимеризация реакциясында бор фторы 3 диэтил эфирінің қатысында қолданылуының ерекшелігі, яғни қандай артықшылық береді? Полимердің тығыздығы артады, пластификатор ретінде қолданылады осы затымыз, монодисперсті молекулалар алынады, және полимердің малярлық массасы артады дейді. Мына жерде сіздерге қолданылған әдебиеттердің тізімін қойдым. Яғни ол біздің негізгі кітабымыз А.Ф. Николаевтың кітабы «Технология пластических масс» деген. Сол жерден қосымша өздеріңізге қажетті мәліметтерді алсаңыздар болады. Сонымен қатар сіздерге 3 сілтеме қалдырып қойдым. Ол сілтемелерде қосымша материалдар, әртүрлі сирек жағдайда қолданылатын салалар және әртүрлі полимеризация реакцияның түрлері көрсетілген.